Орыстың отаршылдық саясаты, импершілдік саясаты күні бүгінгі дейін Қазақстанда өмір сүріп отыр. Біз Орыстан басы бүтін егемендік ала алмадық. Біздің егемендігіміз өтірік егемендік. Біздің егемендігіміз тіпті Назарбаев кезіндегі Қытайшыл егемендік. Тіпті Пекинге жақындау арқылы Мәскеумен баланыс ұстағысы келген Назарбаевтың Қытайдың ақшасына сатылған егемендігінен де жаман егемендік болды. Ол кезде Ресейдің сөзі қазаққа бірде өтсе, бірде өтпейтін. Бірақ арыстаннан құтылған қазақ жолбарысқа тұтылды. Арамза Қытай қазақты орға түсірді, қарызға буды. Міне сол Қытайдың қарызында тырмысып жатқан қазақ. Ол мүмкін 1000 жылдық қарыз. Назарбаевтың әулеті Қытайдың ақшасын алып, қазақтың бүкіл байлығын Қытайға беріп, бізді ғасырдан ғасырға Қытайға қарыз қылып кетті. Орыста оңып тұрған жоқ. Қытайда қазаққа дос емес. Қазақтың 3 жауы бар деп айтатынымыз сол. Атажау орыс, атажау Қытай және діни радикализм. Іргеміздегі Қызылбасың да, татың да бізге ежелден дос болған жоқ. Арысы анау ғұн сақ кезінен, Тұмар ханымның тұсынан сол империялар бізге улы жоспарларымен жақындасып отырды. Жаулағысы келді, жұтып алғысы келді. Қытаймен 4-5 жыл соғысып, Қытайды Орта Азиядан ары аттап басқызбаған батыр ел бізбіз. Орыспен 3 ғасырға жуық соғысып, қынадай қырылып, анау аяғы шығыста Жапон теңізіне, Беринг бұғазына, Камчаткаға дейін жеткен орыс Орта Азиядан аттап баса алмай қалғанда сол біздің арқамыз. Орыстың шығыста Жапон теңізіне жеткен аяғы Орта Азияда 2-3 ғасыр іркілді. Ең соңғы қазақтың тайпаларын өзіне қаратқанда орыс әбден титықтаған болатын. Тіпті Кенесарыны қазақтың сұлтандары сатып, қырғыздың манаптармен астасып, орысқа жығып бермегенде, қазақтың даласынан орыстың өзі әскер шегіндіру туралы патшасына хат жазған болатын. Сол Кенесарыдан кейін қазақтың басынан бақ тайды, сол тайғаннан мол тайды. Ақ орыс та, қызыл орыс та қазақты аяған жоқ. Қызыл орыс қазақты қызыл ит қып үргізді, қызыл билет қойнында, қызыл қарғы мойнында, қызыл аштан үргізді деп менің бір ағам толғауында айтқандай, сол қызыл орыстың қырғынынан, қызыл Қытайдың қырғынынан аман қалып отырған қазақ сізбен бізбіз. Енді осы күллі қазақтың бақыты үшін не істейміз? Ең бірінші, алаш арыстарынан бізге жеткен ағарту. Қазақ ағарған едік, енді қайталай ағаруымыз керек. Сол қазақты ағартсақ деп жанталасып жүрміз. Қазақты саяси сауатты қылсақ деп жанталасып жүрміз. Сол қазақтың көзі ашылса, биліктің мың сан сұрқиялығын білсе, қазақ бақытты болар ма екен деп жанталасып жүрміз. Біздің бүкіл қарекетіміз осы. Тіпті әрбір жеке қазақ алдымызға келсе, көмек сұраса, адамдық құқымды қорға десе, сол үшін жан алып, жан беріп жүргенімізде сол себептен. Ендеше қалың елім қазағым, аман бол. Келген жаңа жыл, мынау батыстың күнтізбесі бойынша келген жаңа жыл. Тіпті Құдай бізге несіп қылған әрбір уақыт, деміміз шығып, жанымыз кеудемізде болған әрбір секунд бізге жақсылыққа толы болса екен. Әр қазақ біріне бірі мейірімді болса екен. Зұлымдық жойылса екен. Қазақ мына өмірдің сынақ екенін білсе екен. Құдайдың бізге жіберген ілімін толық меңгеріп, зұлымдықпен күрессек екен. Зұлымдықпен күреспейінше ешқашан жақсылыққа жетпейтінімізді білсек екен. Ешкім қарекетсіз жатқан қауымға жақсылық бермейтінін Құдай Құранда жазып қойған. Егер бір қауым өздерін өзгертпейінше, Құдайдың оларға беретін нығметінде өзгеріс болмайды деп қасиетті Құранда жазғаны бар. Ендеше дәл осы
уақытты осыны жаңа жыл деп тойлап жатқан батыстықтардың, христиандардың істеген ісінен неге үлгі алмаймыз? Кигеніміз батыстықтардың, христиандардың киімі, ұстағанымыз солардың жаратқан телефоны, интернет сол христиандардың жасаған, спутник сол батыс әлемінің ойлап тапқаны. Сіздің анау Орта Азияда, Қазақстанда тұрып, бізді дәл қазір осы сағат, осы минутта тыңдағаныңыз, ол тағы да сол батыстықтардың жаңалығы. Қолыңыздағы телефоныңыз, оны да сол батыстықтар ту басты ойлап тапты. Мүмкін зауат ана жер, міне жерден болғанмен, түп басқы технология сол батыстан келді. Мынау дүние қарасаң, сол батыстықтардың үлесі қандай көп, айтсаң санап тауыса алмайсың. Бір кезде шығыс халқы да мықты болды. Қытайлар аграрлық жақта, арабтар әдебиетте, көркемөнерде болды. Тіпті астрономияда арабтың ғалымдары, тіпті сол заманда дінге кірген өзіміздің түркі халықтары да ең озық ғылым мен білімді меңгерді. Бірақ бүгін қалымыз қалай? Жоқпыз. Бізден шыққан ғалымдар, әлемнің екінші үлкен Аристотелі деп атанып, бізден шыққан жұлдыз намашылар, бізден шыққан математиктер, бізден шыққан медицина әлемді бәрін біліп тұрғанымен, ол заманның өтіп, мынандай қор заманға тап болатынымызды сол кездегі бабалар білді ме екен? Бір кезде айдарымыздан желесіп, айбарымыздан айыққан, қақырығымыз қаймалтын, түкірігіміз түймалтын болған көшпенділер едік. Өркениеттерді жаратқан және таратқан көшпенділер едік. Ғұн болып шайқадық. Көк түрік, шығыс түрік, батыс түрік болып, жер жүзін ат тұяғымен тоздырдық. Алтын орда болып, Еуропаны ашса қалақанда жұмсақ жұдырығымызды ұстадық. Шың қысқан болып, бүкіл адамзат тарихын астан кестен қылдық. Қазақ ордасы болып қайта құрылдық. Үйсін болып, Қытайдың өзін қорқытып, тізесін дірілдетіп, қыз беруге мәжбүр болдық. Берген қызын тоқал қылмай, балаға қатын қылып жібере салдық. Сондай таңғажайып өркениетіміз бар, күшіміз бар, қуатымыз бар, мәдениетіміз бар, әдебиетіміз бар, жыр дастандарымыз бар. Жаным малымның садағасы, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейтін таңғажайып халық едік. Қауымдық жүйеміз, рулық жүйеміз кемелді, басқару жүйеміз кемелді. Сондай керемет таңғажайып аграрлық, екпешілік жүйеменен параллель өмір сүретін көшпенділік тәртіп, тастай тәртібі бар, жүйесі бар қауым едік. От қаруды меңгер алмай, ата-бабамыз қор болды. От қарудың сырын біле алмай, орысқа да, қызылбасқа да, анау алыстағы Османлыға да жалына Қазақ ең соңында орысқа құл болды. Қазаққа қол ұшын созған аға бауырда болған жоқ. Орыспен 3 ғасыр қазақ соғысқанда өзге қауым басқа нәрсемен айналысып жатты. Батысынан орыс, шығысынан Қытай, бүйірінен жоңғар қысқан қазақтың бүгінгі жер басып жүрген әрқайсымыздың мойнымызда ата-бабаның аманаты тұр. Біз әлсіз емеспіз, әлсіз болғанда емеспіз. Айналамыз аяқ астынан күшейіп кетті. Күні кеше біздің құлымыз болған қауымдар қолына теңдік тиіп, есе теңдігі қолына өткенде аямай тұрып кек алды. Қытай да сөйтті, орыс та сөйтті. Алтын орда қалай құлады, солай ыдырадық.